Қараша айының бірі Ұзынағаш мал базары. Ассалаумағалейкум достар. Жылқы, ірі қара, қой, құс бағаларымен танысасыздар. Соңына дейін көріңіздер. Алған тайларымды көрсетемін. Еркек жабағы 200 мың дейді. Орғаш жабағылар 220 мыңнан дейді. Тазақан жабағылар дейді 280. Тайлар 1,5 жасарлар байланған сияқты 320 сұрасады. Үшеу жабағы, біреу тай. Семіз биелер 550-ден дейді. 4 жасар айғыр сатылып кетті, миллион болды. Бой 165-160. 1,5 жасар тай 2 ай байланған 380 дейді. Бір туған бие, ол да 2 ай байланған 500 дейді. Бұлай семіз әдем еттер. Тәс жерде тұрып, арықтау тай 300 мың дейді. Еркек жуан 2 тай 350 дейді. Сауда бар әрине. Жуан екен. Шаруа бие 4 туған, сауылған 480 дейді. Беретін жері құлыны үйінде. Бойы орташа, бірақ жуас сияқты. Жабағылар 200-ден дейді. Сүресі шекілік, темір сүресі. Ішіндегі тайлар 300-ден дейді. 60-а темір. Тайлар 320-дан дейді. Сауда бар. Бер қалай, қоқыс қалы. Бер, тұрыз бер. Бер, бұрыз бер. Баға түскен сияқты 280 дейді еркек тай. Биелер 5-6 туған. Құлынымен 650 болады дейді. Құлынсыз 550. Құлын ар жағында ірі әдемі. 1,5 жасар байтал 400 мың дейді. 9 жасар чистокровный айғыр дейді. 600 мың теңге. Таңбасы, паспорты бәрі бар. 2,5 жасар құнан дейді 400 мың. 2 туған бие дейді. Құлынмен 650 мың. 2 туған құлынды бие сауылған дейді 650 мың теңге. Әдемі. Құлыны ірі арырақтыр. Жақсы құнан екен, 2,5 жасар, бой орта 550 дейді. Жуан. Семіз байланған 1,5 жасар тайлар 350 мыңнан дейді. Сауда бар. Тайға 320 сұрап жатыр. Ар жағында іште тұрған ірілеу тайлар 380 мыңнан. Олар байланбаған. 4 жасар семіз дөнен 500 мың дейді. Сойға дайын. Достар, назарларыңызға 2009 жылғы тай. Мінеке қандай соп-солы әдемі. Бұл ағылшын және де араб тұқымды жылқы. Әкесі де, шешесі де үлкен жүлделердің егері болған. Толық линиясын описанияда қалдырамын. Бұл эликсир линиясы Зива отбасынан болады. Мінеке қандай жылқы. Қазір жүгірісінде көресіздер. Жылқының бағасы 250 мың рубль. Бұл өзіміздің бәйге және басқа да спорт түрлеріне қатыстыруға болады. Кім қызықса, менің жеке WhatsApp-ымды қалдырамын, маған жазыңыздар. Мен егесінің номерін беремін. Жүгірісінің өзі бөлек қараңыздар. Жақсы айғырлардан екен, 165 примерно бойы. Жуан көріңізде өзін көрсетіп тұр. Бағасы 800 мың дейді. Жасы 5 жасар. Ұзынағаштан. Қазір номерін сұрап берем, айтайын. Тяжеловоз бие екен, 5 жасар, бағасы 1,100,000 құлынымен, қара құлыны. Қазір артынан көрсетіп жіберейін. Қандай жалпақ. Вау, диван ғой. Мінеке. Қазір номерін сұрап берем. Мінеке жуас. Бірінші тума байтал. 420 дейді. Бойы орташа әдемі. Буаз бие 520-ға сатылды. Әрі буаз, құлыны жоқ. 5-6 жасар бие 520 дейді буаз. Алынған сияқты.
тайға сауда болып жатыр, құнан сияқты. 120 беріп жатыр, 130-ға сатам дейді. Тяжеловоздың қаны бар байтал, 500 мың дейді. Көк қайғыр 6 жасар дейді, 1 миллион теңге бағасы. Жақсы екен. 7 жасар англичанин 800 мың дейді, мінекей ойнақтап тұр. Қазір номерін сұрап берем. Айта бер. 360-170-тен бұқалар. 150 де бар. Мүйіздер ұзын екен. Аягөзден подсостар. 6-7-8 айлықтар. 170 мыңнан сұралып жатыр. 165-қа берем дейді. Енді жақсы ұнады маған. Но ар жағынан тық қойып кішкентайлар. Мен 4 бас жамандау. Қалғандар жақсы 34 бас 170 мыңнан. Бұлар да сондай подсостар 180 мыңнан дейді. Көк байланған 340 мың дейді. Танаға 260 дейді. Сәл байлау керек сияқты. 3 туған сиыр. Бұзалы әдем кішкентай бірақ. Мінекей әдем. 600 мың дейді. Мына көкке 800 мың дейді. 800 мың дейді порода. Мынандай простой бұзалар 160 дейді. Келісеміз, дағы сауда бар. Мына 5 бұқа 240 мыңнан дейді. Ұзын жасы да үлкен бұқалар 600 мыңнан екеу. Мынаған 500 мың дейді. Жақсы байлап қойыпты. Еркек бұқа 260 дейді. 70. Байлауға сиыр екен 420 дейді. 400 болатын жер. 135 дейді болатын жері. Мынау 380 дейді. Төртеуін 180-нен берем дейді. Біреуі ірі енді, екеуі кішірек. Ондай әдем таналар 175 дейді, сауда бар. 175. Бұқалар 180 дейді. Кішкентайлар 60-нан дейді. Арырақ үлкендер 80 мыңнан. 2 тоқты 33-ке берем дейді. 40-тан болады дейді тоқтылар. Жем жеген тоқтылар 40 мыңнан дейді. Сондағы сарықтар 35 денесіне қарапты. 1,5 жасарлар 55 мың дейді. Еркектер бәрі. 55, 50, 60 сектер. Ешкілер 28 мыңнан 27-ге болады дейді. Саулықтар 45 мыңнан дейді. 28 мыңнан дейді. 27. Башкирка дейді 2,5-нан дейді. Брама 5 мыңнан. Қаздар 5 мыңнан 2 бала дейді. Индюктер 6,5 дейді. А курицы почем? Тауықтар 3300 дейді. Бәрі ұрғашы дейді 5 мыңнан. 7 мыңнан дейді тауықтар. Достар, бір шаптада тағы да бір бордақылау туралы видео түсіргім келіп жатыр. 5 тай сойылып кетті. Сондықтан сұрақтарыңыз болса қойыңыздар осы комментарийге, видеоның астына. Міндетті түрде жауабын береміз. 20 қарашадан бастап қайтадан соғымға жазылуыңызға болады. Мінекей алған тайларының денелері осындай. Мына жақты осындай сваркамен әшейін қоршап қойдым. Мінекей. Яқта 8 бастыр. Вот сондай. Көргеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.